Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен 2-ші тоқсанның 1-ші БЖБ-сына талдау жасап беретін боламын. Оқушылар, видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетулеріңді сұраймын. Ендеше сабақты бастаймыз. Кәсіп пен еңбек, болашақ мамандықтары және де лексика бөлімдері бойынша БЖБ тапсырмасы алынатын болады. Және де 15-20 минут уақыт беріледі. Екі түрлі тапсырма бар. Ешқандай да қиын емес тапсырмалар. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдаңыз және сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Яғни бірінші мына мәтінді мұғалім қосса тыңдаймыз және де мына жерде мен оқып беремін. Содан соң 4 түрлі сұраққа жауап беруіміз керек. Мектеп түлектеріне мамандық таңдауда бағыт-бағдар беретін нұсқаулық Қазақстанда жоқ. Сол себептен жастар бүгінде қандай мамандықтың сұранысқа ие екенін бейхабар. Олар жыл сайын қай мамандықтың қажетсіз деп танылғанын, жойылып кеткенін, заман талабына сай қандай жаңа мамандықтардың пайда болып жатқанын білмейді деуге болады. Енді бұл мәселе шешіледі. Алдағы 5 жылда сұранысқа ие болатын жаңа 100 мамандық жайлы энциклопедия жарық көреді. Салтанат 1 жылдан бері мамандығы бойынша жұмыс таба алмай жүр. Ол жоғары оқу орнын биология пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша тәмамдаған. Өзім таңдадым, мамандығымды жақсы көремін, бірақ ол болашақта сұранысқа ие бола ма жоқ па оны ойламаппын. Ауыл мектебін бітіргендіктен шығар, көп мамандық түрлерім барын білмеппін. Оқуды бітірген кезде мамандығыма сай тез жұмыс табамын деп ойлағанмын, бірақ міне 1 жыл болды әлі жұмыссызбын. Түйнебемді арқалап қанша жерге бардым. Мектептерде бұл пән бойынша орын толық, сағат жоқ деп шығарып салады. Енді басқа саладан жұмыс іздестіруді ойлап отырмын, дейді Салтанат. Қазақстанда жоғары оқу орындарында таңдау көп. Алайда жас түлектердің көпшілігі тегін оқу деп жаны қалайтын мамандық бойынша оқуға түспейді. Қалаған мамандығын меңгерген соң қолында дипломы болғанымен жұмыс істеуге құлқы болмайды. Ұрпақ тағдыры білім қозғалысының жетекшісі Ерсайынның есебінше мектеп бітірушілердің 20-30% ғана мамандықты дұрыс таңдайды. Тағы бір үлкен проблема: қолында диплом алғандардың 90% өз мамандығына сай жұмыс таба алмайды. Қазақстанда мамандықтарға талдау жасалмайды, ал түлектер тек грантқа ие болуды ойлайды. Ол мамандыққа сұраныс бар ма, бітірген соң жұмыс таба алады ма, оны ойламайды. Мектептерде кәсіптік бағдар беру жағы қарастырылмағандықтан оқушылардың қолында мамандықтар туралы ақпарат жоқ, түк хабарсыз. Арнайы зерттеу жүргізбедік, бірақ жылда жоғары білім алған жастардың 10-20% ғана өз мамандығымен жұмысқа тұратыны шындық. Қалғаны ақша табу үшін құрылысқа, күзетке орналасады, дейді Ерсайын дейді. Бұл жерде бірінші сұрақ: неге түлектер қажетті кәсіп түрлерінен хабарсыз дейді? Себебі мектеп түлектеріне мамандық таңдауда бағыт-бағдар беретін нұсқаулық Қазақстанда жоқ. Екінші сұрақ: бұл проблема қалай шешімін таппақ? Алдағы 5 жылда сұранысқа ие болатын жаңа 100 мамандық жайлы энциклопедия жарық көреді. Салтанат неліктен бос жүр дейді. Бұл мектептерде бұл пән бойынша, яғни биология пәні бойынша орындар толық және де сағат жоқ. Неге жоғары оқу орнын бітірген жастардың жұмыс жасауға ниеті жоқ дейді? Себебі қазіргі таңда көп студенттер тек грант үшін өзіне ұнамайтын мамандықта оқиды және сол мамандықты бітірген соң қызығушылығы болмағандықтан ол мамандықпен жұмыс жасамайды екен. Келесі екінші тапсырма: Ерсайынның пікірінше, оқу бітірген жастардың көп бөлігінің өз мамандығы бойынша еңбек етпеуінің себебі неде дейді? 4 сөйлеммен өз ойыңызды тұжырымдаңыз. Яғни менің ойымша себебі оған дәлелім және де қорытындылай келе деген сөздерді қолдануымыз керек. Менің ойымша қазір жастардың көбісі грант үшін өздері қаламаған оқу орнына немесе мамандыққа түседі. Себебі ақылы оқығысы келмейтіндіктен оқуға мәжбүр. Оған дәлелім: Қазақстанда мамандықтарға талдау жасалмайды, ал түлектер тек грантқа ие болуды ойлайды. Қорытындылай келе, әр жас маман өз мамандығын сүйіп оқыса және сол мамандық бойынша еңбек етсе, Қазақстанда мықты мамандар көп болар еді дейді. Енді оқушылар, біздің БЖБ талдауымыз аяқталды. Каналда басқа да пәндерден БЖБ тапсырмалар шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады.